Қайырлы күн, менің есімім Мірсейт Арлан. Мен Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысымын. Бүгін мен сіздерге Ұлы Отан соғыс жылдарындағы Орал қаласы туралы айтамын. Бұл ғылыми жобаның басты мақсаты ол Ұлы Отан соғыс жылдарындағы Орал қаласының саяси-экономикалық жағдайын айқындау және де ұлы жеңіске үлес қосқан қала жұмысшыларының ерен еңбектерін тарихи тұрғыда зерттеу болып табылады. Ал жобамыздың міндеттеріне тоқталсақ, ол Батыс Қазақстан өңірі өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығының майда мен тылды елдің қорғаныс қажеттіліктерін өтей алатындай етіп қайта құру шараларын айқындау. Екіншіден, Орал қаласының майдан шебінің өндіріс орындарын қабылдаған орталық екендігін көрсету. Және де үшіншіден, ол Орал қаласы жұмысшыларының ұлы жеңіске қосқан ерен еңбектерін талдау нәтижесінде оған объективті баға беру. Біздің жоба жылдар шежіресі ол Ұлы Отан соғысының жылдары, яғни 1941 жылдан 1945 жылға дейін. Біздің бірінші тақырып ол Батыс Қазақстан Сталинград майданының ең жақын тылы. Және де біздің батыс қазақстандықтар еліміздің бостандығын және де болашағын қорғау үшін, мысалға Қазақстан колхозшылар деген атпен жасақталып жатқан танк колоннасын және де әскери ұшақ эскадрильясын облыстан 52.928 сом аударылды. Оған қоса, біздің Батыс Қазақстан өңірі айтарлықтай ерліктің үлгісін көрсетті. Тек мысалға алсақ, ол шығыс жұлдыздарының бірі Мәншік Мәметованың Невель қаласына үшін шайқастағы ерлігі жоғары бағаланып, Совет одағының батыры атағына ие болды. Ендігі кезекте Орал қаласы Ұлы Отан соғысы жылдарында жайлы айтып кетсек, басынан бастасақ, әскери тарихтың маңызды парақшаларының бірі ретінде Ұлы Отан соғысын ала аламыз. Оның жеңісіне де 77 жыл таяп қалды. Бұл жеңіс оңайлықпен келмеген жеңіс болған бәрімізге аян. Бүкіл одақ барлық қазақстандармен қатар бұл жеңіске Орал қаласында өз үлесін қосқан еді. Қаһарлы соғыс өрті басталған кезде Орал қаласында өзінің бейбіт бейнесін өзгертіп, соғыс жағдайына бейімделген болатын. Сондай-ақ келесі кезекте Орал қаласы жау басып алған аудандардан эвакуацияланып келген азаматтар мен өндіріс орындарын қабылдап, достық көмектерін берді. Ендігі кезекте еңбекшілердің еңбегін бағалау ісі ұштастырылып, көптеген өндіріс еңбекшілері мен еңбек ұжымдары марапатталған болатын. Және де барлық қала мектептері госпитальдарға аударылып, майдангерлер жанұялары мен жаралы жауынгерлерге көмек көрсетілген болатын. Соғыс бұл үлкен сынақ пен қасірет. Қазақстанның, әсіресе оның ішінде батыс өңірінің экономикасын соғыс жағдайында қайта құру ең біріншіден ауыр өндірісті соғыс сұраныстарының орындауына бейімдеу. Екіншіден, тыл еңбегін қайта құру. Үшіншіден, өлкеге батыс аймақтарға жау басып алған аудандарды ауыр шаруашылық кәсіпорындарын орналастыру немесе эвакуациялау. Соған қоса 1941 жылдың қараша айында қорғаныс өнімін өндіру Орал қаласында 100%-ға жеткен болады. Енді қорытындылай келе, біздің халқымыз 4 жыл бойы барлық күш қуатын жұмылдырып, және орны толмас шығынды кеше отырып, фашистік Германияның алапат соғыс машинасына төтеп берді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Орал қаласы жергілікті кеңестермен майдан мен тылдың бірлігімен біртұтастығы үшін қозғалысты кеңінен ұйымдастырып, соғыс жағдайына бейімделеді. Орал қаласы соғыс жылдарында әскери мамандарды даярлаудың орталықтарының бірі болды. Өйткені соғыс жылдарында Оралға Ленинград байланыс училищесін, Одесса жаяу әскер училищесін, Ворошиловград ұшқыштар училищесін келіп, олардың пединститутының оқу корпустары мен жатақханаларына орнықты. Қазіргі таңда біз сонау сұрапыл соғыс жылдарына майданның алдыңғы шебінде болып, ерлік көрсеткен кешегі солдат, бүгінгі қарт жауынгер жерлестерімізде ардагерлерімізді құрметтеп, сый-сияпат көрсетуіміз абзал.